Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода рагу дайындайтын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады, және де бұл рецепттің ерекшелігі ішінде нут қосылған. Ең алдымен духовкаға барлық ингредиенттерді 5-10 минутқа қойып аламын. Мұнда менде чеснок, болгар бұрышы, қызыл және жасылын қолдандым и бір баклажан. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақпен тесіп шығамын. Духовкада пісіп жатқан кезде нутты алдын ала пісіріп аламын. Нутты мен түні бойы қойып қойдым да күндіз қайнатып алдым. Міне біздің дайын болды. Баклажандарымыз жұмсарды. Енді қабықтарын барлығын алып тастаймыз. Менде ыстық болып тұрғаннан кейін кішкене ыңғайсыз болды, бірақ кішкене суығанын күтсеңіздер тез алынады. Майда төртбұрышты етіп барлығын турап шығамын. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден өздеріңізге көріп сақтап алсаңыздар болады. Міне барлығын турап шықтым, енді таза ыдысыма салдым. Нутты да толықтай қайнаттым. Ыдысқа саламын, және де чеснокты осылай видеода көріп тұрғандарыңызға етіп езіп саламын. Дәміне қарай қызыл бұрыш, тұз, қара бұрыш септім, лимон қышқылын құйдым, және бір зәйтүн майын құйдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз да 5-10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздермен болған күнәс, келесі видеода кездескенше.